Өткен жылы қыркүйекте парламент мәжілісінің жалпы отырысы өткен еді. Онда отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданған болатын. Депутаттар заңмен толық танысқан-таныспағанын білмейміз, бірақ жобаны бірден мақұлдап жіберді. Алайда бұл заң халықтың қарсылығына тап болды. Баланы ана тәрбиелейді ғой. Екеуінің правасы бірдей болмайды. Қанша айтқанмен баланың аты бала істеме өмірде көрмеген. Ол ананың айтқанын орындау керек, ананың тыңдау керек. Өйткені ана алақанына сап оны әлпештеп өсіреді. Сондықтан мен бұл ана мен баланың тең правалы екеніне мен өзім келіспеймін. Салт дәстүрімізге, бәрімізге қайшы келеді ол. Бізге негізі қазаққа жат нәрсе. Біз потому что баламызға біз өзіміз сүндеттейміз баламызды. Мысалға қалай қарап отырсаңыз, кейде ұрсатын кездер болады, қаттырақ айтатын кез болады балаға. Енді бізге негізі жат нәрсе ол. Заңды қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, ата-ананың туған баласына қатаң ескертулер жасауға құқы жоқ. Сондай-ақ балаңыз сіздің қандай да бір ескертуіңізге қарсы арыздан алады. Осы тұрғыда білікті заңгерлер арасында дөңгелек үстел өтті. Бір топ қоғам белсенділері бұл қазақты құрдымға жіберетін заң дейді. Өткенде бір-екі депутат комментарий берді. Біз білмей қаппыз, қарамай қаппыз, оқылымда бірінші оқылымда байқамай қол қойып жүріппіз. Ол қалай олай айтуға болады? Оқымаған заңға қалай ол кісілер қол қойып жүреді деген нәрсе сұрақ туындап жатыр. Заң қабылданатын болса, біздің қазақилық отбасы институты болсын, түріктік мынандай түпкі негізіміздің өзі толықтай жоққа шығарылады. Себебі бұл батыстың отбасы моделімен, яғни бала туа салысымен сенімен тең құқылы, бала өмір бақи сен досың сияқты қарым-қатынас жасауың керек. Ол оған тәрбие беру барысында оны ештеңеден шектемеу керек деген сияқты мүлдем қазақтың менталитетіне, қазақтың қоғамына кері әсер ететін дүниелер болып табылғандығында. Елімізде соңғы жылдары ата-аналардың балаларына қысым жасағаны көбейген. Ондай жағдайда ата-аналарды жазалауға, ата-ана құқығынан айыруға болар. Ал балаға бұзақылық үшін ескерту жасағанға қажетін әпере алмаған үшін әр ата-анадан баласын тартып ала берсе, бұл отбасын құрдымға кетірмей ме? Бір жағынан мемлекет бұл заңды мына жағдайға қатысты да шығаруы мүмкін. Қоғамда өз баласына дөрекі қарайтын ата-аналар жетерлік. Мысалы, алдыңғы жылы анасы туған қызын жазалау үшін қақаған аязда есік алдына жалаңаш шығарып жіберген болатын. Мүмкін осы заң сол ата-аналарды өзгерту үшін шығарылған болу керек. Ал дәл осы заң жобасы негізінде айтар болсам, жай күнде бала ата-анасынан ажыратылатын болса, баланың психологиясына қатты әсерін тигізеді. Бұл өте қауіпті тенденция. Ал заңгерлер аталмыш заңды батыстың жүйесімен жасалынғанын айтады. Сөзіне сәйкес дау тудырған заң жобасында қауіпті тармақтар көп дейді. Өте жанымызға батқан баптың бірі ол 5-ші бап 11-ші тармақ болатын. Яғни оның ішінде жаңағы баланың құқығын шектейтін, бостандығын шектейтін салт дәстүрге тыйым делінген болатын. Өзім қазақи тәрбиені көріп, қазақи тәрбиені бойыма сіңдіріп өскен қызбын, қазақи тәрбиені бойыма сіңдіріп қазір мен анамын. Сондықтан мен солай өзім қазақи өскендіктен, мен өзімнің балаларыма да сол қазақи тәрбиені беретін ана болғандықтан, мен ол заң жобаны өте күрделі, өте жаңағы ауыр қабылдадым. Ал Мадияр Аймырзаұлының айтуынша, аталған заң жобасы біздің мемлекетімізді халық ретінде, ұлт ретінде соғыссыз жою дейді. Бүгінгі күні осы неде парламент KZ парақшасында осы мәселе бойынша басқа осы атаумен басқа заң жобасының яғни салынғанын көріп отырмыз. Бұл дегеніміз қазіргі таңда әрбір заңды талқылауда өзінің тәртібі болады. Заңмен қарастырылған, жұмыс тобы жиналады. Жұмыс тобы осы қаралымдағы заңды қайтып алу туралы мәселені қарастырады және қандай шешімге келеді, сол туралы ресми шешім шығады. Ал қазіргі жағдайда алдында қарастырған заң жобасы жайлы ешқандай шешім шыққан жоқ. Дегенмен де осы атаумен басқа мәтінмен заңның жобасы, яғни барлық заң қаралу тәртібін бұзып, қайтадан сайтқа енгізіліп тұр. 23 қаңтар күні парламент бұл заңды алып тастап, оның орнына жаңа заң жобасын сайтқа жүктеді. Алайда заңгерлер, біз мұнымен тоқтап қалмаймыз, бұл заңды да оқып, шикіліктер болса, халыққа тағы да түсіндіреміз дейді. Бифат Елтаева, Айжан Бүркітбаева, Айша Исатай. Арнайы жасалаш үшін.